Ayda салайын. Дастан әке менің үлкем балам. Апа пұл берейін. Апа пұл берейін. Uzat karalı. Давайте. Мен баласына мүлдем көңіл аудармайды демеймін, осыған дейін аударатын, бірақ қазір махаббаты ерекше ашылып жүр. Оны мойындау керек енді. Бұрын неге осындай фотолар, осындай видеолар салмаған? Не үшін мен кетіп қалған кезде, Стамбулға кеткен кезде именно салады? Енді айтпай-ақ түсінікті шығар. Логично ол нәрсе. Түсінгендер түсінді, короче. Бәрін қоя берейікші, менің гештальтым орындалды. Мен осы әден гештальт. Ол туралы ертең салатын боламын. Қазір мен зарядкам өліп жатыр. Карманы зарядкада тоже зарядка бітті. Қалған стористарды ертең салатын боламын. Дастан әкені маған ұқсатып жатады ғой. Или Эмирге ұқсатып жатады. Негізі сіздерге шындықты айта салайын. Дастан әке менің үлкен балам. Мына TikTok, Instagram деген бәле болды. Ақтөбеде осындай жер бар десе болды. Қайдасың? Осында барайық деп. Продукты алдық, шашлығымызды, қарбызымызды. Андай природаға шыққан кезде желательно бар ғой. Чипсы емес, дұрыс заттар алу керек. Көбісі елінбей қалады, ысырап болып қалады. Анвардан алып алдық та. Бұл реклама емес, енді өзіміз конкретно осы жақта аламыз ғой. Демалам. Қаққа баратсың? Мәртөк ауданына барады. Мәртөк қолдасың ауылына. Да ыстығың шығып ауырған жаман екен. Бірінші байлық денсаулық дейді ғой. Ешқайсыңыз ауырмаңыздар. Көз көріп, құлақ естіген жандардың барлығы аман болыңыздар. Әр бала өмірге келген сайын оны көкке іліндіріп, емізу, тамақтандыру, әрине адамнан адам шығу оңай емес. Әйел денсаулығы үшін үлкен стресс күтімді қажет етеді дейді. Ол сөздің де жаны бар екен. 5 баладан кейін қирап жатырмыз. Торғайдың көлеңкесіне суық тиіп ауырып. Жұрт тыныш болсын. Барлығымыздың тілеуіміз осы. Дегенмен де елдің іші болғаннан кейін түрлі мәселелер болып жатады. Сондай мәселелер туындаған уақытта көпшілік болып кейде блогерлерге, әншілерге ренжіп жатасыздар. Неге осындайда елдің сөзін сөйлеп шықпайды? Неге осындай жерде блогерлердің, әншілердің аузына құм құйылып қалады? Сендерді қолдап жатқан халық емес па? Халық болып сендерге өтініш жасап жатырмыз. Неменеге тойған қозы сияқты томпиып, дым білмеген адам сияқты көздерің көр, құлақтарын керең болып отырсыздар деп сөз сүйектен өтеді деп кейде сөзбен біздің сазайымызды бересіздер.